Номер 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі. Жоба тақырыбы: мектептің көгалдандыру жобаларындағы инновациялар. Жобаны орындаған Мұса Каримова Жадыра, Жексенбек Жанар. Жобаның мақсаты: мектеп аймағын көгалдандыру бойынша мектеп ұжымының сынып оқушыларының қызметін жандандыру, оқушылардың табиғат әлеміне қызығушылығын дамыту және өсімдіктер туралы білімдерін кеңейту, оқушылардың экологиялық, эстетикалық мәдениетін қалыптастыру, ауыл шаруашылық мәдениетін жаңа қырынан дамыту жұмысын жүргізу. Міндеттері: мектеп аймағын және абаттандыру процесіне педагогикалық ұжымда оқушыларды тарту, мұғалімдердің, оқушы және олардың ата-аналарының ынтымақтастық, шығармашылық атмосферасын құру. Күтілетін нәтиже: биология пәні бойынша теориялық білім практикамен ұштасады, Мұғалім, оқушы, ата-ана арасында байланыс қалыптасады, қоғамдық пайдалы еңбекке тартылады, оқушы бойында еңбек дағдылары қалыптасады, оқушылар ғылыми жобаға тартылады. Ал жобамызға тоқталатын болсақ, номер 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп үлескісінде мектептің көгалдандыру жобаларындағы инновациялар. жобасы жасалды. Мектептің көгалдандыру жобаларындағы инновациялар. Жобасын жасауға қалыңдығы 8 мм ПВХ жасыл оракал, қалыңдығы 5 мм жасыл ПВХ жабыстырғыш бет қолданылды. Мектептің өлшемі 8-10 см. Алаңға жасыл түсті жабыстырғыш беттен алаң жасалды. Алаң шарбақтармен қоршалып, балалар жүретін жолға сары жолақ төселді. Балалар ойнайтын алаңға сырғанақтар, алтыбақан, асық ойнайтын алаң қойылды. Мектеп алаңына әртүрлі қайын, емен, жөке ағаштар және фамироннан қызғалдақтар, флокс, мальва сияқты көп жылдық өсімдіктер отырғызылды. Көп жылдық өсімдіктер адамдардың күтімін қажет етпей, өздері көктеп шығып отырады. Мектептің көгалдану жобаларында инновациялар енгізу бұл мектеп ауласын ғана емес, жалпы білім беру процесін жаңартып, экологиялық мәдениетті қалыптастырудың маңызды қадамы. Жаңашыл идеялар мен технологияларды қолдану арқылы мектепте жасыл кеңістіктерді тиімді пайдаланып, экологияны сақтау және оқу ортасын жақсартуға мүмкіндік алады. Мектептің көгалдандыру жобаларындағы кейбір инновациялар мен тәжірибелерді қарастырайық. Экологиялық шығармашылық жобалар мен көрмелер. Мектеп ауласында экологиялық шығармашылық жобалар мен көрмелер ұйымдастыру. Онда оқушылардың өздерінің көгалдандыру жұмыстарын, экологиялық зерттеулерін немесе табиғатты қорғауға арналған өнер туындыларын көрсетеді. Мұндай шаралар табиғатқа деген сүйіспеншілікті және экологиялық жауапкершілікті арттырады. Мектептің көгалдандыру жобаларындағы инновациялар тек табиғатқа қамқорлық жасау ғана емес, сонымен қатар оқушыларға экология мен ғылымды үйлестіріп, жаңа технологиялар мен әдістерді пайдалану арқылы табиғатқа деген құрметті қалыптастыру мүмкіндігін береді. Асық ойнау алаңы, алтыбақан тебу, сырғанау секілді ойындар оқушылардың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Себебі олар физикалық, психологиялық, әлеуметтік және шығармашылық тұрғыдан баланың дамуына ықпал етеді. Мектеп ауласында осындай ұлттық ойын алаңдарының ұйымдастыру оқушылардың әртүрлі дағдыларды меңгеруіне көмектеседі. Олардың даму құндылықтарын физикалық, психологиялық, әлеуметтік шығармашылығын дамытады. Бүгінгі күні көптеген бағбандар тамшылатып суару жүйесін таңдайды. Бұл әдіс қарапайым өсімдіктерді суару үшін де су режимі бойынша өте ынталы дақылдар үшін қолайлы. Толыққанды тамшылатып суару құрылғысын жасау үшін фитингтерді, арнайы шүмектерді және басқа да жабдықтарды сатып алуға көп қаражат керек. Сонымен қатар, көптеген шеберлер суару мәселесін үнемді шешу үшін қарапайым пластикалық бөтелкелерді пайдалануға кеңес береді. Пластикалық бөтелкелерден сіз жоғары сапа суару жүйесін жасай аласыз. Және сонымен бірге қымбат заттар мен жабдықтарды сатып алудан аулақ бола отырып, көп ақша үнемдей аласыз. Мұндағы жүйенің көп бөлігін пластикалық бөтелкелерге ауыстыруға болады. Сондай-ақ, бұл өз қолыңызбен әдісін қолдану арқылы сіз ақшаны үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар оның жеке бөлігін емес, бүкіл аумақты суару жүйесін жасай алатыныңызды атап өткен жөн. Бөтелкелер құны төмен тауар. Тұтынылатын судың мөлшерін бақылауға болады. Әрбір тамызғыш уақыт бірлігінде белгілі бір су көлемін өткізе алады. Көбінесе тамшылауларды көлем бойынша бөлу. Бір сағаттық жұмысты 2-4 және 8 литр суға жүзеге асырылады. Тамшылатып суару арқылы біріншіден ақшаға, екіншіден суға, үшіншіден адамның уақытын үнем жасай аламыз.